Сәлем достар, мен арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде жаңа өте қызық сериал. Яғни бұл сериал бізде атынан оқып қойғандарыңызда уже ауылдағы өмір деп аталады. Өздеріңіз атынан енді түсініп тұрсыздар. Менің бірінші кейіпкерлерімді таныстырып кетейін. Бұл бізде әкесі, бұл бізде бірінші ең үлкен қызысы. Бұл қызының аты бізде Сара. Ал бұл ең кішкентай қызысы, яғни бұның аты Нұрай. Мына бізде мамасы, мына ортаншы балалары, бұның аты Айдар. Ал бұл бізде әжесі, бұл атасы, бұл бізде олардың тағы бір немересі. Бұның атын не деп қоямыз? Атын Саида деп қояйық. Ал енді бұл аты Ерболат, яғни бұл мамасының кіші баласы. Сіздерге осы сериал ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше біз сериалымызды созбай бастайық. Не көріп жатсың? Футбол көріп жатсың, Иә. Сен футбол көретініңді көрмеппін. Ой, анау балам бар ғой, сол ойнап жатқан ғой. Ура! Молодец! Не болды? Мен балам бас жүлде алыпты. Маған тартқан ғой. Қойшы, көзі маған тартқан ғой. Оқымыш, маған тартқан, барлық жері маған тартқан. Тура мен ғой. Тура әкесі. Маған да тартқан жерлері бар шығар. Ой, жарайды. Көзі ғана ұқсайды болды. Қалған жерлердің бәрі менікі. Жарайды, енді қазір кеп қалар, енді күтейік. Мам, пап, бәрі қайда кеткен? Әшейінде мен келсем, ат шығатын еді. Мам, пап, қалайсыздар? Ой, балам. Жаным сол. Қалай жеттің? Жақсы. Ешқай жерінде ауыртып алмадың ба? Жоқ. Мына бірінші орын алдың ба? Жоға, бас жүлде алдым ғой. Қайсыз кубогың үлкен екен. Сумканың ішінде не бар? Анау киген киім ғой. Ой, жарайсың, молодец. Не болып жатыр ма жүйді? Аға кетті ғой. Ой, аға, қалайсыз? Бас жүлде алып келдіңіз ба? Мен сізді телефоннан көріп отырдым ғой. Жарайды. Қалай жеттің? Жақсы, енді сен барып, бөлмеңе барып, демалып, киіміңді ауыстырып ал. Жаным бәрі маған тартқан. Тұқымыш маған тартқан дедім саған. Так, ал бұл енді менде ең төбесінде тұрады. Так, сумкамды ойап. Ал бүгінге мен мынаны кием. Енді ойнайын, балаларға айтып қой бердім ғой. Так, мына ойнайын дегенбіз. Негізі бар ғой, саған бірдеңе айтайын деп едім. Айт. Байқап жүрсің ба, балалардың тәртібі өзгеріп бара жатыр. Көп телефонға жабыса береді деген сияқты ғой. Анау Сараны байқадың ба сен? Көп телефонға жабысып или боянып отырады. Білем ғой. Анау Айдар балаң, маған тартқан дейсің. Компьютер ойнай береді анау. Енді не істе деп тұрсың маған? Ауылға жіберейік? Ауылға ма? Негізі дұрыс. Ауылдың тірлігінде жасап үйрену керек қой. Интернетсіз 3 ай уақыт өтіп көрсін. Өте дұрыс айтасың. Ойбай, кім звондап отыр? Кім екен? Ана Ерболат қой. Ерболат та? Алло, Ерболат, қалайсың? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Біз жақсымыз. Жай хабарластың ба? Жоқ, мен сіздерге келе жатқам ғой. Жақсы, жарайды, давай кел. Келе бер. Күштілеп тұрып тамақ жасап қояды ғой.
қазір келе жатырмын, уже жолдамын. Жақсы. Ерболат келейін деп отыр ма екен? Келейін деп отыр екен. Мен онда барып мандыр жасап қояйын. Жарайды. Әпке көрінбе, мен мысығыма бәрін жасаймын. Көріп тұрып қой. Енді сен вообще менің бөлмеме де кіріп көрген жоқ шығарсың? Жоқ. Жарайды, енді болды енді, мен ішімді пыстырып жібердім ғой. Мен кеттім өз бөлмеме. Тағы тамақ жейін дейтін ау. Жесе жесін енді. Мә, тоқтап те тұр. Не жеме? Сенің де бір қарның аша береді екен. Мен балаларға айтып келейін, ауылға барасыңдар деп. Қызым, гостинаға келе қыз. Жарайды қыз, келем ғой. Қыз, келем. Жақсы, мен қыз айтып келейін Сараға да. Сара қызым, әлі боянып отырсың ба? Мама, боянып жатқан жоқпын, жай өзімді қарап отырмын. Жарайды, тез гостинаға кел. Жарайды. Мам, не үшін шақырдыңыз, не айтайын деп едіңіздер? Сен отырып алған ес, келсейші. Енді сендерге айтарым, сендер осы жазға ауылға баратын болдыңдар. Не? Ауылға сінесі? Қандай ауыл? Кәдімгідей ауыл. Жоқ, мен футболым ше сонда. Енді бала, мен ағайыңа айтып қойғанмын. Мам, болмайды ғой олай. Мам, қалайша ауылға? Өте жаман. Қалада жақсы тұрып жатырмыз ғой. Енді қызым, енді біз жаңа үйге көшеміз айтып едім ғой. Соған енді заттар жинауға, енді сендер бізге кедергі келтіресіңдер, сосын жұмысымыз бар дегендей. Қалайша ол жақты? Мен онда мысығымды алып кетем. Мысығымсыз мен ешқайда бармаймын. Мен мысығымсыз өзім емеспін. Жарайды, мысығыңды алып кетуге рұқсат етемін. Все. Мен барам онда. Бірақта қалайша? Мам, бірақта сіз алдында айттыңыз ғой, алдыңғы жазда, енді келесі жазда біз Турцияға барамыз деп. Енді келесі жазда барамыз. Олай мен күте алмаймын. Все, қыз, енді Ерболат ағаларың келеді, сол кезде сендерді алып кетеді. Ауылға барғым деп келіп тұрған жоқ. Қыздар, балалар, енді көңіл күйлеріңді көтеріңдер. Сөйтіп қайтып келесіңдер ғой енді. Жақсылап тамақ жасап қойдым енді. Ерболат аға келіп қалады шығар. Жеңше аға, қалайсыздар? Жақсымыз ғой. Сен маған манты жасайым дедің ғой. Мантыға жетпей қалды енді. Жоғары шығып отыр. Мына балаларға не болған? Мен келсем жүгіріп шығатын еді ғой. Олар білмеймін, көңіл күйлері жоқ, әке шай қойып берейік. Айтпақшы, мына балалар деген сен келген негіз жақсы болды. Балалар деген мен ауылға барғым келіп жатыр, барам деп қоймай. Енді алып кетемді. Жақсы ғой онда. Кендер тамағымызды ішіп алғаннан кейін ауылға апарамын. Мен чемодандарыңа заттарын жинастырып қойдым. То есть өздерін жинастырасыңдар. Енді сен қонасың ғой, мен қонып енді ертең баратын шығамыз, ауылға барамыз. Достар, осымен біздің бірінші сериямыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал ендеше барлықтарыңызға сау болыңыздар.